Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге карамельный чизкейк жасап көрсетемін. Жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біз бірінші ыдысқа 100 грамм су, 200 грамм шекер салып, жақсылап жай отта қайнатамыз. Қоңыр түсті карамель болғанша. Карамеліміз дайын болған кезде оны пергамент қағазға құйып, жайып суытамыз. Осы карамель кепкеннен кейін бізге 60 грамм карамель қажет. Бізге 300 грамм печенье, 40 грамм жаңғақ, 85 грамм май, сахарная пудра 100 грамм, сливки 33%-тен 500 грамм, творожный сыр 300 грамм, сгущенка 200 грамм қажет. Біз әуелі печеньені мен блендерға салып, майда ұнтақ қылып дайындап алдым. Жаңғақты турап аламыз, қолмен тураймыз. Ыдысқа салып, жаңғақты салдым. Енді үгітілген печеньені салдым. Оның үстіне 60 грамм бағана дайындап алған карамелімді саламын. Оны да майда ұнтақтап алдым. Осының үстіне майды салып, жақсылап май еріп бір келкі болғанша араластырамыз. Енді форманы алып, осыған ішіне майды жақсылап бір келкі жағамыз. Қалыңдау жаққан дұрыс, алынуға оңай болады. Осы массаны бір келкі қылып салып, морозилникке 40 минутқа қоямыз. Ыдысқа сливкиді құямыз. Сливкиді қою болу үшін бірінші жақсылап миксермен араластырып алсаңыздар да болады. Сгущенка, сахарная пудра, творожный сырды салып, қою масса болғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Дайын болған чизкейктің бетін пищевой пакетпен жақсылап жауып 4 сағат холодильникке қоямыз.